оқушылар, отырыңдар. Бүгін көңіл-күйлерің қалай, сабаққа дайынсыңдар ма? Жақсы. Ендеше біз бүгін жаңа тақырып өтеміз. Ең бірінші жаңа тақырыпты өтпестен бұрын біз алдыңғы сабақта қандай тақырыпты өттік, соны қайталаймыз, иә? Алдыңғы сабақ қандай тақырып өттік біз? Жалпы қоршаған ортаға әсер ететін факторлар, иә? Қоршаған ортаға адам қандай әсер етеді? Жақсы жағынан әсер ете ме, әлде өзінің зиянын көп келтіре ме? Кім біледі, айтамыз ба? Зиян көп келтіреді. Зиян көп. Қандай зиян келеді табиғатқа? Адамдар қоқыс тастайды, ластайды, суды ластайды, үнемдемей. Ағаштар кесіледі ма? Ағаштарды кесеміз, иә. Тау жақтардан Тауда қоқыс тастауға болмайды, иә? Қоқысты арнайы қоқыс салатын жәшікке салу керек. Иә. Қоршаған ортаны ластамау керек, иә? Оның бәрі біздің қоршаған ортамыздағы жануарларға, өсімдіктерге зиян келтіреді, иә? Жақсы. Енді бізде бүгін тірі планета деген тақырып. 162-ші бетті ашамыз. 162-ші бетте тірі планета деген тақырып бар, иә? Біз бүгін сендермен жалпы тірі ағзаларды өтеміз. Тірі ағзаларға не жатады, соны өтеміз. Біз білеміз, иә, тірі ағза деп біз көп жағдайда жаны бар, қозғалатын, тіршілік ететін заттарды жатқызамыз, иә? Жалпы біз осы тірі ағзаларды енді 4 топқа бөліп қарастырамыз. Оның бірінші тобына біз білеміз өсімдіктер жатады, иә? Өсімдіктер. Одан кейін жануарларды жатқызамыз, иә? Одан кейін бізде жеке патшалық болып саналатын, ол бізде саңырауқұлақтар, иә? Міне мына жерде сендерге көрсетілген. Бірінші тобына біз бактериялар қойған, иә? Бактериялар жатқызамыз. Бактериялар білесіңдер, иә? Жай көзге көрінбейтін, өте ұсақ, бір жасушалы ағзалар. Одан кейін бізде саңырауқұлақтар. Саңырауқұлақтарды біз көп жағдайда шатастырамыз, иә? Өсімдік екен деп ойлап қаламыз, иә? Бірақ та саңырауқұлақ өсімдік пе? Жоқ, иә? Өсімдік емес, иә? Ол жануарға да жатпайды, өсімдікке де жатпайды, иә? Оны біз бөлек патшалық ретінде қарастырамыз. Саңырауқұлақтар патшалық ретінде. Сонда бізде жалпы тірі ағзаларды 4 патшалыққа бөледі екенбіз, иә? Біріншісі ол жаңағы бір жасушалы ағзалар, иә? Оларға бактериялар кіреді, иә? Екіншісі саңырауқұлақтар. Үшіншісі өсімдіктер. Одан кейін төртіншісі жануарлар, иә? Жануарлардың ішіне бізде құстар кіреді, жәндіктер кіреді, иә? Тиындар, балық, түлкі, жолбарыс, жыртқыш аңдар бәрі бізде осы жануарлар тобына кіреді. Ал өсімдіктер тобына бізде гүл, дәнді дақылдар, шөптер, олардың бәрін біз өсімдікке жатқызамыз, иә? Жақсы. Енді қараңдар. Жалпы жер бетінде түрлі ағзалар өте көп, иә? Біз айтамыз, жануарлардың көп түрлілігі дейміз, иә? Жануарлардың түрлері өте көп, иә? Сол секілді бізде жер бетінде миллиондаған түрлі ағзалар кездеседі екен. Олар сол жер бетінде әр жерде өмір сүреді тірі ағзалар. Бактериялар білеміз, иә? Біз көзбен көре алмаймыз, иә? Бактериялар барлық жерде таралған, иә? Сол секілді олар бір-бірімен барлығы тығыз байланысып отырады екен, иә? Адамдар, жануарлар, өсімдіктер, саңырауқұлақтар, бактериялар, бәрі де олар не бізде? Тірі ағза, иә? Тірі ағза. Міне қараңыздар. Мысалы қараңдар, иә? Ойлайды, сөйлейді, еңбек етеді. Олардың бәрі бізде адамдарға жататын қасиет, иә? Адамдарға тән қасиет, иә? Ал жануарларға тән қасиет, олар қозғалады, иә? Іздейді, не іздейді? Олар өзіне қорек іздейді, тамақ іздейді, иә? Қоректенеді. Енді өсімдіктер. Өсімдіктер олар бізде органикалық заттарға бай, иә? Білеміз, иә? Өсімдік ол бізде күннен қуат алады. Сосын бізге не істейді? Оттегін береді, иә? Өзіне көмірқышқыл газын жұтады да бізге оттегін береді. Келесі бізде жаңағы айтып өткен микроағзалар, бактериялар, иә? Олар көзге көрінбейді, бірақ та барлық жерде кездеседі, иә? Дұрыс.
ағзалар дегеніміз не? Біз білеміз, түсіндік, тірі ағзалар дегеніміз олар бізде өмір сүретін, өсетін және көбейетін осы табиғаттың бір бөлшегі, табиғатта кездесетін, тірі ағзалар. Оларға біз нені жатқыздық? Тірі ағзаларға жануарлар, өсімдіктер, саңырауқұлақтар, микроағзалар, гүлдер ол бізде өсімдіктерге кіреді. Жалпы барлық тірі ағзаларға жататын қасиеттерді қараңдар, тыныс алады. Келісеміз ба? Келісеміз. Қоректенеді. Келісеміз, өседі және дамиды. Көбейеді. Сыртқы ортаға жауап береді. Дұрыс, Енді міне жануарлар әрқайсына жеке-жеке тоқталамыз, Жануарлар тірі ағзалардың ерекше тобы, Олар өздігінен қозғала алады. Өздігінен қозғалады, қоректенеді. Жануарлар әр түрлі ортада тіршілік етеді. Біз тіршілік ету ортасын өткен сабақта білеміз, Қандай тіршілік ететін орталар бар? Сулы, жердің астында, аспанда, жерде. Аспанда қандай тіршілік етеді? Құстар, сосын тырна, құстардың түрлері, Ал сулы жерлерде? Алдыр. Балықтың түрлері, Сосын құрлықта қандай? Қоян, қасқыр, ит, мысық. Құрлықта, пустыня. Құрлықта қандай жер? Түйе, шөл далалы жерлер, түйе кездеседі. Ал орманды жерлерде? Жарайсың. Өсімдіктер, енді өсімдіктерге тоқталамыз. Қараңдар, олар көбінесе бір орында өседі, Бір орында өседі. Мысалы, біз бір өсімдікті кез келген бір мектептің алдына ексек, ол өсімдік сол жерде ғана өседі, Оны адам орнын ауыстырмайынша, ол өзінің орнын өзгертпейді, Сол бір жерде өседі, Және де ол күн сәулесінің көмегімен өз қорегін өзі жасайды. Яғни ол күн сәулесінен қуат алады, Жарайды. Демек, ол бізде қоректенеді деген сөз, Енді қараңдар, бұл жануарлармен, сол қасиеттермен олар жануарлардан ерекшеленеді. Өйткені жануарлар олар дайын затты қорек етеді, Мысалы, жыртқыш заттар өзінің күші жететін әлсіздерді қорек етеді, Мысалы, жолбарыстар қояндарды өзіне қорек ретінде қабылдайды, Адам баласы да мысалы сол секілді, мысалы азық ретінде мысалы жануарларды сояды, соғымға сояды, Сол секілді олар дайын затпен қоректенеді. Олар сендерге дайын болып тұрады, Қараңдар енді. Ал өсімдіктер, олар оны өздері алады. Олар күннен қуат алады, Сосын олар ауаға не істейді? Оттегін береді, Ал адамдар сол оттегін өздеріне сіңіру арқылы тыныс алады, Олар көмірқышқыл газын ауаға шығарады да, оттегін өзіне қабылдайды, Олар бізде кез келген жерде, жалпы табиғатта, өзінің көмегін бізге тигізеді, Келесі тірі ағзалардың байланысы. Олар бір-бірімен қалай байланысады деген сияқты, Мысалы, өсімдіктер не береді? Өсімдіктер олар жануарларға қорек береді, Өсімдіктерді жануарлар қорек ретінде қабылдайды. Мысалы, жемістерін жейді, Адамдар жемістерін жейді, Одан кейін жаңағы жапырақтарын жануарлар қорек етіп жейді, Бізде жапырақ жейтін жануарлар көп қой, Сол секілді. Ал оттегін ол тыныс алуға керек, бізге ауа ретінде керек. Ал ол пана дейді, ұя салуға керек. Осы өсімдіктердің ағаш бұталарынан бізде құстар өздеріне ұя жасайды. Енді жануарларды қараңдар. Жануарлар не береді бізге? Жануарлар, олар өздерінің көмірқышқыл газын береді, Сол көмірқышқыл газ арқылы бізде өсімдіктер қоректенеді, Тұқым тарату. Жеміс жеп тұқымды алысқа апарады. Мысалы, өрік дейді, өрікті жейді, оның ішіндегі дәнін ол жануар жеп болғаннан кейін мысалы басқа жаққа апарып тастайды. Ал сол жерден сол дән арқылы, тұқым арқылы жаңа мысалы өрік ағашы өсіп шығады деген сияқты, Солай, Одан кейін топырақты тыңайту. Олар өздері топыраққа
топырақты тыңайтқыш ретінде танымал бізде жануарлар, иә? Иә. Өлі ағзалар топыраққа қосылады дейді. Осылайша табиғатта тепе-теңдік сақталады. Яғни бәрі бір-біріне қалай екен? Тәуелді екен, иә? Бәрі бір-біріне керек екен, иә? Жануарлардың да өсімдіктерге берері көп, өсімдіктердің де жануарларға беретіні өте көп екен, иә? Келесі бізде енді сендермен тәжірибе жұмысын жасаймыз. Жаңағы біздің айтқан мысалы өсімдікке жатады ғой, иә? Бұл бізде пияз, иә? Күнделікті өмірде тамаққа қолданатын пияз. Енді осы біз пияздың қазір ішкі қабаты қандай болатынын сендермен мына микроскоп арқылы көретін боламыз, иә? Бұл бізде микроскоп, иә? Біз жұмыс істеп жүрміз ғой, иә? Микроскоппен білеміз ғой, иә? Микроскоп не екенін. Жақсы. Енді қазір сендермен осы біз пияздың ішкі қабатын қараймыз, иә? Енді дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Мен микроскопты қосқанша, сіздер дәптерлеріңізге бүгінгі күнді жазасыңдар. Тәжірибе жұмысы деп жазамыз. Одан кейін дәптерімізге не істейміз? Пияз жасушасын бақылау деп жазып қоямыз, иә? Сосын қазір біз жасаған экспериментте көрген дүниелерімізді не істейміз? Дәптер бетіне түсіреміз. Яғни қазір мен сендерге көмектесемін, көрсетемін пияз қабықшасын микроскоп арқылы. Сендер соны дәптерлеріне суретін салатын боласыңдар, иә ма? Жақсы, жаза қойыңдар. Жазып болдық па? Жазып болдық па? Енді қараймыз, иә? Ең алдымен бізге не керек? Жарық микроскопы керек, иә? Жарық микроскопы керек. Біз жарық микроскопын қосып алдық, иә? Енді бізге ең алдымен не керек? Ең алдымен бізге пияз керек, иә? Біз, міне мына жерге сендерге алып қойдым, міне қараңдар. Бұл бізде скальпель. Бұл бізде пышақ, иә? Пышақ. Біз бұнымен қазір мына жердегі пияз қабығының кішкене бөлігін кесіп аламыз. Сосын міне мынандай заттық шыныға саламыз да, оның үстіне бір тамшы йод тамызамыз. Неге тамызамыз? Йод, себебі бізде сарымсақ түссіз ғой, иә? Қазір біз кесіп алған кезде ол қатты білінбейді, иә? Бізге оның ішкі ағзасы анық көріну үшін біз міндетті түрде йод тамызу керекпіз, иә? Йод тамызамыз, иә? Ал бізде бұл не? Пипетка. Мынау бізде сапты ине. Қазір біз онымен жаңа пиязымызды түзеп аламыз, иә? Сосын оның бетін осындай кішкене жабындық шынымен жауып қоямыз. Қазір жұқалау етіп кесеміз. Жұқалау етіп кесіп алдық. Сосын оны жаңағы сапты инемен аламыз. Міне, иә? Қазір осыны қараймыз микроскоппен. Қойдық заттық шыныға. Енді бұны қазір үстіне йод тамызамыз. Анық көріну үшін, иә? Алдық. Енді біз бұған йод тамызамыз, иә? Кішкене ғана алып аламыз пипеткамен. Ақырын әкеліп йодтың үстіне тамызамыз. Сосын енді бұны заттық шынымен жабамыз. Заттық шынымен жабамыз да қалғанын
анау йодты көбірек септік қой. Енді соның қалған бөлігін осы заттық шынының үстіне қағаз төсеу арқылы алып аламыз. Сонда осылай ол артық сұйықтығы қағазға сіңіп кетеді, иә? Сол кезде бізге анық көрінеді. Енді қазір микроскоп арқылы мен қарайын, сендерге тауып берейін. Ең алдымен осы жерге орнатамыз. Енді келіп кезек қараймыз, иә? Пияздың жасушасының қандай болатынын. Кім бірінші шығады? Келе ғой, кезек қараймыз, иә? Сосын осы біз не көрдік, соны дәптерімізге суретін түсіреміз, иә? Мен көрдім. Қандай екен? Андай балықтың сырты сияқты. Қабыршақтары сияқты бөлініп, қабыққа бөлініп тұр ма? Келе ғой, Ақмаржан. Суретке салайын ба? Суретін саламыз, иә, дәптерге? Не көрдік, соның суретін салып аламыз, иә? Тоқтай тұр, алдыға қарай жазып берейін мен саған. Енді микроскопта не қарадық, соның суретін түсіреміз, иә, дәптерге? Келе ғой. Аяғы келе ғой. Сосын тәжірибеміздің қорытындысына не жазамыз? Жаңағы суретті саламыз, сосын тәжірибе барысын жазамыз, иә? Сосын жаңағы біз тәжірибе отыра ғой, иә, көріп пе? Келе ғой, Нұралы, сен көре ғой. Сосын тәжірибенің қорытындысына жаңағы микроскопта көрген суретімізді саламыз, иә? Сосын қорытынды сөзді жазамыз, иә? Қорытындылау сөзді білеміз ғой, иә? Қалай жазып керек екенін. Тура соны жазатын боламыз. Көрдік па? Енді осыны дәптерге түсіреміз, иә? Уже почти салып болдым. Жылдамдатамыз, иә, балалар? Кім болды? Сол маған айтыңдар, иә?
мен сендерге тақтаға да шығарып қойдым, иә, суретін. Жаңағы микроскоптан көрген пияз қабығының суретін тақтаға шығарып қойдым, иә. Жақсы, ондай болса, жаңағы біздің бүгінгі сабақтың сұрақ-жауаппен ары қарай жалғастырамыз, иә? Жалпы түсіндік қой, иә, тірі ағзалардың қасиеттерін, тірі ағзалар неше патшалыққа бөлінетінін, иә? Аха, жақсы, енді қараңдар. Жер бетінде өсімдіктер мен жануарлардың қоректенуі қалай жүреді дейді? Иә, өсімдіктер қалай қоректенеді және де жануарлар қалай қоректенеді дейді. Өсімдіктер күннің Орнымыздан тұрамыз, иә? Өсімдіктер күннің көзінен энергия алады. Ал жануарлар өздеріне азық тауып, тамақ жейді. Яғни жаңағы өсімдіктермен көбінесе қоректенеді, иә? Кейбір жануарлар, иә? Жемістерді жейді, шөп, жапырақ жейді, жақсы, отыра ғой. Енді айтыңдаршы, жануарлардың тіршілік ортасына қарай бөлінуі дейді. Жануарлар қандай тіршілік ортада мекен етеді? Нұралы білеміз бе? Жауап береміз бе? Айта ғой. Жануар көбінесе орманда және орманда, сосын шөпті жерлерде жүреді. Мысал келтіре қойшы, мысалы орманды жерлерде сен қандай жануарлар жүретінін білесің? Тиін ұстайды, сосын қоян ұстайды, тағы басқа жануарлар ұстайды. Жыртқыш жануарлар да жүреді ме орманда? Бірақ оларды қиын ұстауы қиын. Иә. Жақсы. Жантөре, сурет аяқтадық па? Кішкене болды. Аяқтаймыз, иә? Айару, сен айта қойшы. Мысалы, біз айтамыз, жыртқыш жануарлар бар дейміз, иә? Жыртқыш жануарлар өзінен әлсіз құстарды, әлсіз тіршілік иелерін жаңағыдай қорек етеді дейміз, иә? Иә, қорек қылып жейді дейміз, иә? Мысалы, қандай ол жыртқыш жануар, қандай өзінен кіші тіршілік иесін қорек етеді? Мысалға айта аласың ба? Мысалы, қандай? Жыртқыш жануарға біз не жатқызамыз? Жыртқыш жануарға Айтамыз, жыртқыш жануарларға біз қандай жануарларды жатқызамыз? Арыстан, қасқыр, аю. Олар, мысалы, қасқырлар бізде немен қоректенеді? Олар қоянмен. Қояндарды жейді, иә? Қояндар өте әлсіз жануарлар, иә? Олардың қасқырларға шамасы жетпейді, сондықтан олар тез жүреді. Иә, бірақ тез жүреді, олар өзінің тіршілігі үшін, олар өмір сүру үшін не істейді? Бізде олар өздері қашады, иә? Иә, сондай болады, иә, бізде. Яғни жыртқыш жануарлар өздері сондай бәсекелестік болады, иә? Аха, жақсы, отыра ғой. Енді Жантөре, сен айта қойшы, бізде аспанда мекен ететін тіршілік иелері бар, иә? Иә, орнымыздан тұрамыз. Аспанда тіршілік ететін жалпы жануарларға, мысалы, біз нелерді жатқызамыз, және де олар немен қоректенеді? Олар өсімдікті пайдаланады ма, өсімдіктерді өміріне? Неліктен пайдаланады, соны айтып бер қойшы. Құстардан бүркіт бар, қара құс бар, тырна бар, қарға бар. Енді олар мысалы көгершіндер өсімдіктерді пайдаланады ма? Жоқ. Енді нені пайдаланады? Бүркіт етті, қара құс немен қоректенеді? Тек етпен ғана қоректене ме? Олар мысалы орманды жерде олар етті қайдан алады? Етті қоянды жейді олар. Түлкіні жейді. Қарсақтарды жейді.
солай өздерінің қорегін табады, иә? Тағы да қандай жануарларды білесің? Өсімдіктермен қоректенеді. Өсімдіктермен қоян, Аха, сосын. сиыр, Иә, сиырлар. Сиырлар бізде Жылқы. немен қоректенеді? Жылқылар немен қоректенеді? шөппен, Шөппен қоректенеді, иә? сиыр бар, Иә. қой. Отырамын. Енді сендерге сұрақ. Біздің планетамызда тірі ағзалар қашан пайда болды? Миллиардтаған жылдар. 3-4 миллиард 5 миллиард жыл бұрын. Аха, жақсы, иә. Жер бетіндегі өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің эволюциясы қалай жүреді? Олар Эволюциясы, олар олар басында пайда болады ағзалар. Содан кейін көп жасушалар болады. Сосын олар бөлінеді. Бауыр мен жорғалаушылар, сосын сүтқоректілер. Жақсы.